Құрметті алакөлдіктер, сіздерді тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Қуаныш құтты болсын. Иә, тәуелсіздік қазақтың сан ғасырлық арманы еді. Халқымыздың басты мазмұны да осы тәуелсіздік жолы болатын. Тәуелсіздік жолы бүгінде алыс пен жақынды қосты, кешегі мен болашақты жалғады. Бұл жолдың сан ғасырлық тарихи шежіресі бар. Бүгінде біздің ұрпағымыздың еншісіне осы тәуелсіз Қазақстанда өмір сүру бақыты бұйырды. Тәуба. Осы тәуелсіздік 28 жыл тәуелсіз болған кезімізде біздің Алакөл ауданы да ерекше дамып, береке бірлік пен ынтымақтың киелі мекеніне айналды. Біз аналар ауданымыздың осындай оңды табысына шын жүректен қуанамыз. Құрметті жерлестерім, сіздерді бүгінгі тәуелсіздік мерекесімен аналар кеңесінің атынан шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Құрметті алакөлдіктер, сіздерді 16 желтоқсан тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Бәріңізге зор денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін, жұмыстарыңыз жемісті табысты болсын. Ауданымыз әрқашанда жоғарыда болсын. Халқымыз аман болып, шекарамыз берік болып, осындай қуаныштан қуанышқа жете берейік әрқашанда. Бәріңізді мерекеңізбен құттықтаймын. Құрметті алакөлдік жерлестер, сіздерді 16 желтоқсан тәуелсіздік күні мерекесімен аудандық қоғамдық кеңес мүшелері атынан құттықтауымды қабыл алыңыздар. Бұл күн ата-бабаларымыз ғасырлар бойы аңсаған арман орындалып, елімізге тәуелсіздік сыйлаған ұлы күн. Егеменді еліміз Қазақстан көркейіп, гүлдене берсін. Отбасыларыңызға амандық, береке мен ырыс, ертеңгі күнімізге сеніммен қарап, отанымыздың жарқын болашағы мен игілігі үшін жаңа табыстар тілеймін. Жалпы тәуелсіздік деген ол үлкен ұғым. Ал мемлекеттің тәуелсіздігі сонда тұратын халықтардың, азаматтардың басты құндылығы. Біз әрқашанда тәуелсіздігіміз баянды болу үшін еңбек етуіміз керек. Оның экономикасын, оның мәдениетін, салт дәстүрін дамытуға басты күш-жігеріміз салу керек. Сондықтан да тәуелсіздігіміз баянды, еліміз аман, жұртымыз тыныш.